Жыл мезгілдері. Қазақ ертегісі. Ертеде, ешкі жүні бөртеде. Ақ жайықтың жағасында, еліне елеулі, халқына қалаулы, бір домалақ ана өмір сүріпті. Сол анадан тараған 4 қыз бар екен. Олардың ауыз десе аузы, күндей жарқыраған көзі бар. Дүниенің сұлулығын өздеріне дарытқан сұлу қыздары болыпты. Анасы өте жақсы тәрбие беріпті. Үлкен қызының аты Көктем. Ол ақ жарқын, мінезі нәзік. Екінші қыз Жаз. Жарқырап, жайдарлы, әр уақытта күлімдеп, нұрын шашып жүреді. Үшінші қызы Күз. Басқа қыздарға қарағанда жылауық, жаңбырлы болады, бірақ қолы ашық мырза екен. Ал кіші қызы Қыс. Басқа қыздарына қарағанда салқын, қаталдау. Қыздары бой жетіп, саналы да салмақты қыз болып өсіпті. Осы қыздарын домалағана өздерінің құтты орындарына қондырыпты. Үлкен қызы Арыстай 3 жыл туып, үшеуі де ел қорғаған батыр болыпты. Екінші қызы 3 қыз туып, үшеуі де адамзатқа жан жылуын сыйлай білетін мейірімді қыздар атаныпты. Үшінші қызы жаздай жайдарлы 3 қызды дүниеге әкеліпті. Төртінші қызы берекесімен ырысы мол, қолдары ашық, келген қонақты қадір тұтатын қонақжай 3 қыз өсіріпті. Осы 4 қыздан өрбіген ұрпақтары елге, халыққа пайдасын тигізіп, ел аузында аттар аңызға айналыпты. Олар жылдың 4 мезгілі мен 12 айы екен. Дарынды бала әлемі.